Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжі тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару бөлімі. Тақырыбы технологиялық терезе кезіндегі жол монтёрінің қауіпсіздік ережесі. Технологиялық терезені орындау кезіндегі еңбекті қорғау бойынша шараның төрт түрі бар. Бірінші ұйымдастыру шарасы, режимдік шара, техникалық шара және де пайдалану шарасы. Бірінші жұмысты ұйымдастыру шарасы. Жол монтері жұмысқа кіріспестен бұрын арнайы журналға тіркеледі. Екінші медициналық тексерістен өтеміз. Онда қан қысымы және де температура өлшенеді. Тиісті арнайы киімдермен құрал жабдықтармен жабдықталады. Төртінші тапсырма алып, ағымдық нұсқаулық журналына қол қойылады. Жол жүру ережесіне келетін болсақ, олар қауіпсіздік талаптарын орындау керек. Бірінші, локомотивтерге, вагондарға және іргелес жолдармен қозғалатын басқа да жылжымалы құрамға назар аудара отырып, жол жиегіндегі немесе жоларалық жолдың ортасында жол бойымен жүруге. Темірбетон шпалдардың ұштары және шпалдардың айдақтарын баспай, рельсті басып өтіп, жолдарды тік бұрышпен кесіп өтуге тұрған вагондардың 5 метр арақашықтыққа, ал вагондардың ортасынан 10 метр арақашықтыққа өтуге рұқсат. Тұрған жылжымалы құрамын алып жатқан жолды кесіп өткен кезде тұғырдың тұтқаларының, баспалдақтарын және еденнің жарамды күйде екеніне көз жеткізгеннен кейін вагондардың өтпелі платформалар пайдаланылады. Қауіпсіздік ережесі бойынша рельстерге отыруға тыйым салынады және де жол мониторларына жеке ұялы телефондарын пайдалануға тыйым салынады. Теміржол бойындағы қоршау белгілері. Сигнал беруші алынбалы жылжымалы қондырғыларды және жол жұмыс орындарын қоршайтын тасымалданатын сигналдарды, петардаларды және сигналдық белгілерді орнату және жөндеумен айналысатын теміржол қызметкері. Сигналшының құралдары: ысқырық, флажоктар, түнгі уақытта пайдаланатын фонарьлар және де қараңғыда көрінетін белгілер. Жұмыс барысына келетін болсақ, пойыздар кестесіндегі технологиялық терезеде жұмыстарды орындау кезінде немесе қос жолды, көп жолды учаскедегі жолдардың бірінде тоқтау сигналдарымен жұмыс орнын қоршау кезінде, іргелес жол бойымен пойыздың өтуі кезінде жұмыс жолды тоқтату керек. Жол жөндеушілер жолдан кетулері тиіс. Жұмыс жүргізіп жатқан жолдан кету талап етіледі. Жұмыс барысында пойыз 100 км/сағаттан аспайтын жылдамдықпен қозғалуға рұқсат етілген учаскеге жақындаған кезде жол монтері құрал-саймандарды, материалдарды алып тастау және жолдан кемінде іргетастың ең жақын жағына шығу керек. Пойыз 400 км-ден емес қашықтықта болған кезде ең шеткі рельстен 2 метрге алыстап тұру керек. Темір жолдың жүрдек учаскелерінде жолдағы, құрылыстардағы және құрылғылардағы барлық жұмыстар жүрдек жолаушылар пойызы өткенге дейін кемінде 10 минут бұрын жұмыс тоқтатылады. Жолды, құрылыстарды және құрылғыларды пойыздың қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін жағдайға келтіру керек. Материалдар мен құралдар жол жөнінен шығарылады және жүрдек пойыз өткенге дейін 5 минуттан кешіктірмей жол монтері жолдан шығарылады. 200 км/сағат жылдамдықта 5 метр арақашықтыққа, ал 140-160 км-де 4 метр арақашықтыққа алыстайды. Топ басшысы болып тағайындалған жол монтері пойыздың жүру кестесінен үзінді көшірме алып жүруге тиіс. Жұмыс соңында еңбекті қорғау талаптары бойынша
жол монтері мына ережені орындауы керек. Құралдарды, арматураларды сүртуге және оларды арнайы жасақталған орындарға қоюға немесе қоймаларға қоюға. Комбинезон, басқа да жеке қорғану құралдарын шешіп, киім ауыстыратын бөлменің шкафына салуға. Қажет болған жағдайда жол жөндеуші ластанған және ақаулы комбинезонды жууға, химиялық тазалауға немесе жөндеуге тапсыру керек. Пестицидмен жұмыс істеу кезінде қолданылатын комбинезонды шаң сорғышпен шаңды тазартып, желдету үшін шатыр астында немесе ашық ауада 8-12 сағатқа іліп қою. Жұмыстан кейін ластененің ластанған жерлерін жылы сумен, сабынмен жуу керек, немесе мүмкіндігінше душ қабылдау керек. Жұмыс барысында байқалған барлық ақаулар мен кемшіліктер, оларды жою бойынша қабылданған шаралар бригадирлерге хабарлануы тиіс. Технологиялық терезе кезінде жол монтерінің қауіпсіздік ережесін үйрену кезінде олар біз ережесімен, жұмыстармен, құралдармен таныстық. Сіздерге үйге тапсырма. Авторы Клочкова темір жолдағы еңбекті қорғау оқулығына 216-218 беттегі тақырыпты оқу.